Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін үй жағдайында өте дәмді лагманның жасалу жолымен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, өзінің сөлімен бұқтыратын боламыз. Бұқтырып алғаннан кейін үстіне сәбізімізді салып, орташа отта 1-2 минуттай қуырып алатын боламыз. Үстіне пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып, қуырып алатын боламыз. Қуырып, жақсылап араластырып, үстіне сарымсақтарымызды салып, қуыратын боламыз. Лагманды қуырып жасаған дәмді болады. Қаншалықты көп қуырылса, дәмді болып шығады. Үстіне паприкамызды салып, араластыратын боламыз. Паприканы түсі әдемі болып шығу үшін паприка саламыз. Қызыл болып әдемі рең беріп тұрады. Картоптарымызды салып, оны да 1-2 минуттай қуыратын боламыз. Оттың асты қатты болмау керек, орташа отта болған жақсы. Және де қызанақ салатын боламыз. Жақсылап араластырып, оны да 1-2 минуттай қуыратын боламыз. Үстіне пияз саламыз. Лагманға пияз қанша көп болса, сонша дәмді болады. Үстіне томат пастасын салып, оны да 2-3 минуттай қуырып алатын боламыз. Үстіне қызыл және де жасыл болгар бұрыштарын салып, араластырамыз. Сельдерей салатын боламыз. Сельдерей лагманға өте жақсы дәм береді. Сельдерей міндетті түрде қосыңыздар. Сіздерге де соны кеңес беремін. Егер де сельдерейді ұнатпасаңыздар, өздеріңіздің қалаған көкөністеріңізді қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз араластырып, үстіне қайнаған су құятын боламыз. Суымызды құйып, үстіне қара бұрыш және де химели сунели приправасын салып, жайлап араластыратын боламыз. Химели сунели приправасы лагманға өте жақсы дәм береді. Егер ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Өздеріңізге қалаған дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Химели сунели приправасын көбінесе Грекияда сорпаға, сондай тамақтарға көптеп қолданады. Баяу отта 15-20 минуттай қайнататын боламыз. Араластырып аламыз. Дәмін көретін боламыз. Лагман өте дәмді болып шығады. Лагманымыз дайын. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжан Әлмеш. Менің инстаграм парақшама тіркеліп ұмытпаңыздар.